Бұзық кірпі ертегісі. Бір күні Мидай далада, нөсер жауынның астында қалып, зытып келіп жатқан кірпі жыланның інін көреді де, інге басын сұғып, «Мені ініңе кіргізші, жаңбыр басылғанша паналай тұрайын» дейді. Кірпінің қалтырап, тоңып тұрғанын көріп, аяп кеткен жылан оны ініне кіргізеді. Інге кіріп, бойы жылынған кірпі өзін еркін сезініп, керіліп созыла бастайды. Жыланның үйі онсыз да тар болады. Тұс-тұсқа қарай сөйлеп шыққан кірпінің инелері жылан балаларының мазасын қашырады. Жаңбыр басылған соң жылан кірпіге: «Кірпіжан, енді кетуіңе болады. Күн шықты, өзің де тынығып жылынып алдың ғой» дейді. Кірпі жыланның бұл сөзіне ренжіп: «Асығатын не бар? Әлі де отыра тұрайын» дейді. «Сенің үшкір инелерің балаларымды әбден қинап жіберді» дейді оған жылан. Сонда кірпі жыланға ызбарлана, айбат шегіп: «Кімнің мазасы кетсе, кім өзін ыңғайсыз сезінсе, сол кете берсін. Бұл жер маған әбден ұнады. Кететін ойым жоқ» деді. Ал кірпіге жаны ашыған жылан байғұс балаларын ертіп ұядан безіп шығыпты. Осылайша жақсылықты елемеген кірпі інде қалып кеткен екен. Балалар, менің ертегім ұнады ма? Олай болса, сау болыңдар достар.